Сіз білесіз бе, біздің ағзамыздағы ең көп шаршайтын, бірақ біз оған мүлде мән бермейтін екі мүше бар. Ол бауыр мен бүйрек. Егер бұл екеуі бір күнде ғана жұмысын тоқтатса, адам тірі қалмайды екен. Бірақ ең қызығы, біз оларды өз қолымызбен шаршатып, уландырып жатырмыз. Қалай дейсіз ғой? Бүгін осы жайлы толық айтамын. Әрі бауыр мен бүйректі табиғи жолмен тазалайтын ең пайдалы дүниелерді ашып беремін. Ең бірінші каналға тіркеліп, қазақ контентін қолдап кетіңіз. Бірінші бөлім. Неге бауыр мен бүйрек өте маңызды? Бауыр ағзамыздағы фабрика. Ол тамақтан түскен барлық зиянды заттарды түзеді. Ал бүйрек табиғи сүзгі. Күніне 50 рет қанымызды тазартып, артық тұз бен суды шығарады. Егер бауырдан май жиналса, шаршағыштық, терінің бозаруы пайда болады. Егер бүйрек әлсіресе, аяқ ісінеді, көз асты қарайып, қысым көтеріледі. Екінші бөлімде бауырды тазалайтын 5 табиғи өніммен бөлісемін. Ең бірінші қызылша. Бауырды тазартатын нөмір 1 көкөніс. Оның ішінде бетайн деген зат бар. Ол токсиндерді ыдыратады. Екінші лимон суы. Таңертең аш қарынға 1 стакан жылы суға лимон тамызу бауырдың жұмысын 30%-ға күшейтеді. Үшінші зәйтүн майы. Түнде ұйықтар алдында 1 ас қасық ішсеңіз, өт жолдарын тазалайды. Төртінші сәбіз. Құрамындағы А дәрумені бауырды қайта қалпына келтіреді. Бесінші жасыл шай. Антиоксиданттарға бай, бауырдағы майды азайтады. Ал үшінші бөлімде бүйректі тазалайтын 5 табиғи өніммен бөлісемін. Ең бірінші қияр. Зәр айдайтын табиғи өнім. Бүйректегі тұзды шығарады. Екінші қарбыз. Бүйректің ең жақсы жуғышы деп есептеуге болады. Үшінші жасыл аскөк. Тұзды ерітіп, бүйректің ісінуін басады. Төртіншіден алма. Құрамындағы пектин токсиндерді байланыстырады. Бесінші бал қосылған су. Зәр шығару жүйесін жұмсақ тазартады. Ал төртінші бөлімде адамдар жиі жіберетін қателіктерді айтатын боламын. Көп тұз пайдалану бүйректі шаршатады. Газды сусындар бауырды майландырады. Дәріні себепсіз ішу ең үлкен жау. Су аз ішу бүйрекке тас жиналудың басты себебі. Осы жерде бір қызықты ақпаратпен сіздермен бөлісіп кетсем, бір зерттеуде күніне 1 литрден аз су ішетін адамдарда бүйрек тасы 5 есе көп кездескені дәлелденген екен. Ал ең соңғы бөлімде күнделікті әдетке айналдыруға болатын кеңестер жайлы айтамын. Таңертең аш қарынға міндетті түрде жылы су ішуді әдетке айландырыңыз. Бұл сіздің денсаулығыңыз үшін өте маңызды. Аптасына 2 рет қызылша мен сәбіз қосылған салат жеңіз. Газдалған сусын орнына жасыл шай таңдаңыз. Тұзды азайтып, аскөк пен лимонды көбірек пайдаланыңыз. Пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіз. Егер сіз бауырыңыз бен бүйрегіңізді дұрыс күтсеңіз, шаршағаныңыз азайып, теріңіз жақсарып, тіпті иммунитетіңіз де күшейеді. Денсаулық тек дәрі-дәрмектен емес, күнделікті ұсақ әдеттерден басталады. Сіз қазірдің өзінде бауырыңыз бен бүйрегіңізге көмектесетін алғашқы қадамды жасай аласыз. Қай өнімді бүгіннен бастап әдетке айналдырар едіңіз? Пікірге жаза кетіңіз.